Жаратылыстану заттар қандай болады? Балалар, Негеш пен Эврика ойнап отыр. Ойынға сен де қатыс. Денелердің неден жасалғанын анықта. Қар қиыршықтар неден құралады деп ойлайсың? Оны қалай дәлелдеуге болады? Яғни балалар, бізді қоршаған барлық нысан дене деп аталады. Дене заттан құралады. Балалар, келесі санаулы заттар. Суретте бейнеленген денелерді ата. Оларды қандай екі топқа бөлуге болады? Өз ойынды түсіндір. Заттардың шығу тегі қандай? Әр топқа ат қой. Ал енді зерттеп көрейік. Дене қандай заттардан құрылуы мүмкін? Ойланып, сурет бойынша жауап берейікші. Яғни балалар, бізді қоршаған әлемде алуан түрлі заттар бар. Олардың көбі табиғаттан дайын күйінде кездеседі. Мұндай заттар табиғи деп аталады. Мысалы, су, ағаш, тұз, алтын. Кейбір заттарда адам өзі де жасай алады. Оларды жасанды заттар деп атайды. Жасанды заттарға пластмасса, резеңке, шыны, синтепон жатады. Адам жасанды заттардың сапасын табиғи заттарға барынша жақындатуға тырысады. Сондықтан ғылымның бұл саласындағы зерттеулер жасалып, жаңалықтар әлі де ашылу үстінде. Есіңде болсын, табиғи заттар табиғатта кездеседі, жасанды заттар адамның қолымен жасалады. Енді өзің 5 жасанды, 5 табиғи заттарды атап көр. Ал сен білесің бе, алмас табиғатта кездесетін ең қатты зат. Одан әдемі әшекей бұйым гауһар тас жасайды.